Сәлем достар, бүгін сіздермен зачет жасайтын боламыз. Егер де сіз қандай да бір налог түрінен қателесіп төлем жасаған болсаңыз, және де оның бин аппаратынан қателессеңіз, немесе пенясы, штрафы бойынша қателесіп төлем жасалған болса, онда оны зачет жасау арқылы дұрыстауға болады. Зачет жасау тек налог түрлеріне арналады. Сонымен қатар, зачет бұл ауыстыру, яғни қате нұсқаулықтан дұрыс нұсқаулыққа ауыстырып дұрыстаймыз. Яғни бізде налогты дұрыстаудың екі жолы бар. Ол біреуі зачет жасау, біреуі возврат жасау. Сонымен біз ең алдымен кабинетке ЭЦП ключпен кіреміз, және де лицевой счет бөліміндегі лицевой счетқа барамыз. Яғни бұл жердегі біз анықтайтын нәрсе, біз қай ауданға төлеп қойдық, соны көруіміз керек. Сол жердегі когодыны көреміз, және КБК номерін, сонымен қатар мұндағы суммасын, ауыстыратын сумманы. Енді біз лицевой счетқа кірдік. Ең алдымен мұндағы датаны біз кіріп тұрған датамен ауыстыруымыз қажет. Ол үшін запросить сальдо ЛС батырмасын басамыз. Окей, және обновить страницу дейміз. Мұндағы дата міндетті түрде ауысуы керек негізі. Сонымен сіздер датаны ауыстырып алғаннан соң барып қана жасайсыздар. Мұнда мен сіздерге көрсете берем. Бүгін негізі 13 февраль, бірақ мұнда кешегі числомен тұр. Яғни бұл кәсіпкер бойынша мұнда социальный налогта артық сумма тұр. Оны біз подоходный налогқа ауыстыруымыз керек. Сонымен біз осы бетті өзімізге сақтап аламыз. Немесе түсіріп алсаңыздар да болады. Енді кабинетке тағы да кіреміз. Мұндағы налоговый заявление бөліміне барамыз. Осы бөлімшелердің ішінен өзімізге зачеты и возвраты дегендегі, міне, зачет, возврат деген бірінші бөлімшені таңдаймыз. Окей, батырмасын басамыз. Міне графа ашылды. Енді 4-ші графадан бастап біз өзімізге қажетті нұсқаулықтарды белгілейміз. Мұнда біз заявлениенің причинасын таңдауымыз керек. Яғни бұл қателесіп төленген төленбе, соған қарай өзіңіздің причинаңызға қарай белгілейсіз. Яғни қателесіп төленген төлем, В варианты. Сонымен без заявлениені бұл бізде зачет. Енді 6-ға келсек, бұл жерде сіздерде яғни қарызды жабу үшін қажет па, немесе ол басқа да төлемге ауыстыру үшін қажет па, соны өзіңіз белгілейсіз. Өздеріңізге қайсысы сәйкес келеді, соны белгілейсіз. Мен ауыстыру мақсатында, сол себепті В вариантын таңдаймын. Сонымен бірінші страницаны белгілеп алдық, енді екінші страницаға барамыз. Екінші страницада бұл жерде біз тек қана код органа государственных доходов көрсетеміз, яғни ИП тіркелген аудан. Қателеспейміз, ИП тіркелген аудан. Егер де сіздерде кәсіпкердің тіркелген ауданы бөлек, ИП-ның тіркелген ауданы бөлек болса, міндетті түрде мұнда ИП тіркелген ауданды енгізесіздер. Бұл кәсіпкерде мінекей байқап тұрғандарыңыздай 5904. Егер бұл жерден сіз нақтысын анықтау үшін біле алмай жатсаңыз, онда регистрационный данныйға барып, датаны міндетті түрде кіріп тұрған датамен обновить етіп, 9-ші графаға барып, ИП тіркелген ауданды анықтайсыздар. Бұл кәсіпкердікі, яғни 5904, Абайский район. Абайский район. Выбрать. Сонымен біз екінші страницаны да белгіледік. Енді мұнда приложение 4 деп тұр. Соның бірінші страницасына барамыз. Енді мұнда мені мұқият тыңдаңыздар. Жалпы бұл 4-ші приложениеде біз қателесіп төлеген төлемді жазамыз. Қателесіп біз қай ауданға, және де қай КБК-ға, немесе пеняға болсын, қалай төледік қателесіп, дәл солай осы 4-ші приложениедегі 1-2 страницаны сол бойынша толтырамыз. Егер де сіздерде мұнда лицевой счетты қарамай-ақ жасауға бола ма дейтін болсаңыздар, онда сіз төлеген чек қолдарыңызда болса, сол чек бойынша мұнда енгізсеңіздер де болады.
Енді мұнда код бюджетный классификация деп тұр. Яғни бұл жерге біз қателесіп төлеген КБК номерін жазамыз. Сіз қателесіп қандай КБК-дан төлем жасадыңыз? Яғни соны көрсетеміз. Ол үшін лицевой счетқа барамыз. Міне, мұндағы қателесіп төлеген графамызды тауып аламыз. Соны мұнда енгіземіз. КБК, міне, код бюджетный классификация деген бұл КБК номер. Сонымен біз 103, 101 дейміз. Мұнда 3 точканы басамыз. 103, 101. Міне, социальный налог деп шықты. Сонымен үстінен басып белгілейміз, выбрать дейміз. Сумма налога тағы да лицевой счетқа барамыз. 10.600 теңге деп жазамын мұнда. 10.600. Енді бұл бетті осы екі графаны ғана толтырамыз. Енді екінші страницаға барамыз. Екінші страницада біз қателесіп қай бин аппаратына төледік. Яғни қателесіп біз мысалы қалада тұрсақ, басқа да бір районына төлеп жіберген болуымыз мүмкін. Сол қателесіп төлеген районды немесе қаланы белгілейміз. Яғни ол үшін тағы да лицевой счетқа барамыз. Міне, қателесіп төлеген. Енді бұл кісі де қателесіп төленбеген, просто ауыстыру мақсатында басқа налогқа 590401 деп жазамыз. Мұнда 3 точканы басамыз. 590401 деп жазамыз. Найти. Міне, Абайский район бойынша белгілейміз. Сонымен екінші страницаны тоже тағы да мұндай қызыл шығып қалса, тағы да 3 точканы басып, мұнда найти деп тағы да үстінен баса саламыз. Міне, кетті қызыл қоршау. Сонымен біз қателесіп төлеген бойынша графаларды толтырып алдық 4-ші приложениеде. Енді мұндағы астындағы 6-ші приложениеге барамыз. Бірінші страницасына. Яғни, мұнда код бюджетный классификация. Сіз қай КБК-ға ауыстырғыңыз келеді. Егер ауыстырғыңыз келмесе, онда дәл сол КБК-ны жазасыз. Яғни, сізде дұрыс вариантын толтырамыз бұл жерге. Бұл жерде біз подоходный налогқа ауыстырғымыз келеді. Сол үшін соның КБК номерін жазамыз. Міне, 101-202. Міне, индивидуальный подоходный налог. Үстінен басып белгілейміз. Сумма, яғни толық зачет жасағым келеді, толық сумманы. Сол себепті толық жазамын. Сіздер қалағандарыңыз бойынша толық болса толық, жартысын болса жартысын, солай мұнда енгізесіздер. Енді бірінші страницасын осылай екі графамен толтырдық. Басқа еш жеріне тимейміз. Енді екінші страницаға барамыз. Екінші страницада біз мына терезені оңға қарай жылжытамыз. Және де мұндағы соңғы графа код органа государственных доходовқа барамыз. 3 точканы басамыз. Яғни бин аппаратынан қателескен болсаңыздар, осы жерде дұрыс нұсқасын жазасыздар. Мен бин аппараты бізде дұрыс, осы аудан бойынша жіберуім керек болған. Сол ауданды жазам. Сіз дұрыс нұсқасын жазасыз, егер бин аппаратынан қателескен болсаңыз. Найти. Үстінен басып белгілеймін және выбрать деймін. Сонымен мінеки бізде бин аппараты енгізілді. Осылайша біз барлық страницаларын толтырып алдық. Енді проверить заполнение. Қателік бар ма, жоқ па білейік. Ошибок нет, окей. Достар, қараңыздар, егер де сіздер тағы қосымша документ тіркететін болсаңыздар, мысалы чектеріңіз, төлеген чектеріңіз қолдарыңызда болса, мұнда подтверждающий документ дегенді басасыздар да, осы жерге чектеріңізді тіркейтін боласыздар. Сонымен осы жерге тіркеп болғаннан соң, мұнда отправить в ОГД дейсіздер. Сонымен окей дейміз. Мұнда өзіміздің ЭЦП ключтың РЦА вариантымен қол қоятын боламыз. Окей. Және де выбрать деп қол қоятын боламыз. Қол қойдық, отправка успешно завершена. Окей. Енді бұл заявление қай жерден көреміз, Бұл заявлениені біз налоговый заявление бөліміне барамыз. Мұндағы создать заявление дегеннің үстінен бассаңыздар, бөлімшелердің барлығы жиналады. Және найти батырмасын басамыз. Міне қараңыздар. Бұл жерде бүгінгі датамен жіберілген міне заявление на зачет.
Абайский район обработана болып тұр. Егер де сіздерде жаңағы осылай шығып тұрса, онда сіздерде заявление кетті деген сөз. Сонымен біз 3 жұмыс күнін күтеміз. 3 жұмыс күнінде бізде төлемдер ауысуы керек. Егер де сіздерде сонымен ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де сіз бұл зачетты жасай алмай жатсаңыз, немесе возврат жасау керек болса, міндетті түрде хабарласыңыз.